Әбдібай Қадырбайұлы. Жамбыл облысы Шу ауданы, Ескі Шу ауылында 1935 жылы 9 қыркүйек айында дүниеге келген. Әкесі Қадырбай, руы Ботбай. Жиембет атамыздың үлкен үйі. Анасы Оразбай, руы Ботбай. Шагай, Акша. Анасы әкеміздің 3 жасында дүниеден озған. Жастайынан өмірдің ащы тауқыметін көріп, ашаршылық пен саяси қуғын сүргіннің кезеңі, одан сұрапыл соғыстың ызғары әкемізді шыңдай түскендей. Шу қаласының 62-ші мектебін жақсы тәмамдап, Алматыға жол тартқан. 1953 жылы гидромелиоративті институтқа түсіп, инженер-гидротехник мамандығын игеріп шығады. Әбдібай Қадырбайұлы техника ғылымдарының кандидаты, АМТУ профессоры, ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының корреспондент мүшесі. 1998 жыл. СССР энергетика және электрификация саласы бойынша еңбек ардагері. 1982 жыл. Оқулықтардың жаңа буындарын шығарғаны үшін Ахмет Байтұрсынов атындағы медальмен марапатталған. 2005 жыл. Қазақстан Республикасының Білім ғылым министрлігінің жоғарғы оқу орнының 2009 жыл ішіндегі үздік оқытушысы атағының және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы медалінің иегері. Өзінің еңбек жолын жоғарғы оқу орнын бітірген 1959 жылы КСР гидрометеорология қызметі басқармасында инженер-гидролог болып бастаған. 1962-1988 жылдар аралығында КСР ғылым академиясы жанындағы Қазақ ғылыми зерттеу энергетика институтында гидроэнергетика аға ғылыми қызметкер. Содан кейін 20 ғасырдың жобасы деп аталған ғаламдық маңызы қазірде өзекті саналатын Сібір өзендерін Орта Азия мен Қазақстанға бұруды зерттеу жөніндегі Қазақстанда ғылыми экспедицияның басқарушысы болып жұмыс атқарып, отанымызға өз үлесін тигізген. 1988 жылдан бастап Қазақ ауыл шаруашылығы институтында оқытушы, сектор меңгерушісі, институттың оқу бөлімдерінде лауазымды жұмыстарын атқарып, 2002 жылға дейін жаңадан құрылған Алматы экономикалық техникалық жеке институтының ректорлық қызметін атқарған. АМТУ. Әкеміз Әбдібай Қадырбайұлы өзінің 33 жылғы іс тәжірибесі, қажырлы еңбек арқылы және ғалым педагог ретінде отандық педагогиканың дамып жетілуіне орасан зор еңбек сіңірді. Әкеміз 350-ден астам ғылыми еңбектің, оқулықтар мен оқу құралдарының, техникалық пәндер бойынша 50-ден артық әдістемелік нұсқаулықтың авторы. Ғалым, ұстаз, қазақ және орыс тілдерінде 33 оқулық пен оқу құралдарын, техникалық мамандықтардың студенттер үшін 3 терминологиялық сөздік және 2 монография жарыққа шығарды. Әкеміз 1962 жылы 15 сәуір күні анамыз Сұлтанбай қызы Роза мен руы Жаныс 56 жыл отбасын құрып, бір ұл 2 қыз сүйді. Дәурен, Айгүл, Әлия. Ұлы Дәуреннен 3 немере. Дәулет, Дален, Дияр. Немересі Дәулеттен шөбере көріп, Мүсілімнің қолынан май жеп кетті. Өркен жайған алып бәйтеректей үлкен бір әулеттің ақылшы тірегі арқа сүйері болды. Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді деген сөз. Адам ұрпағымен ұзақ жасайды. Ал халқына сіңген еңбегімен, жақсы амалдармен артына өлмес атын қалдырады. Тек қана ойлаған ойың орындалу үшін өзің серік бол, өзің берік бол. Мықтылықты ұстарын, жақсылықты әр уақытта жаныңда ұстарын. Басыңа бақытты болып алам. Ешкім саған әкеңде шешеңде сақалып бермейді. Өзің ие бол балам. Әр уақытта қуанышты болу үшін Алла тағала саған жақсылығын берсін, үйіңе қуанышты берсін, Алла оқуын берсін, басыңа милығыңды берсін. Үйіңде тек қана қуаныш пен бақыт бол, басыңа бақыт.